Ақшам шерифлеріңіз қайырлы olsun, үрметлі телесейіржілер. Эфирде Milli Қайғалар программасы. Үрметлі ветандашлар, халқымыз қарамани халықтыр. О қадар күчік сайылы халық, о қадар чоқ қараманлар яратты. Бұл әлбетте біздің ғұрурымызdır. Бұл ақта біздер дефалар жалап көрсетмек керекміз. Шу жүмледен біз бүгін программамызға Улу Жан Женкінің қараманы олған Узир Абдурамановның оғлы Шевкет Бей Узирны теклиф еттік. Шымды есе үрметлі телесейіржілер, мұсафырымыз ақында тафсилатлы малюмат білмек ве көрмек үшін Эльмара Мустафа әзірлеген левханы сейір етіңіз. Узир Абдураманов Улу Ватан Женкінің іштиракчысы, Қырым-татар халқының белли қараманы ве ғұрурудыр. O tamam 100 yıl evvelsi, yani 1916 senesi Mart 25 günü bir malumat boyunca Jağa Mamış köyünde, başka menbalarda Kışık Degirmen köyünde doğdu. 1944 senesi starшина Узир Абдурамановға немсе фашист басқынчылары ile Kureş cebesinde командалықның арби вазифелері нөміневи шекілде бечергені ве Бунин бірге көстерген жесаретті ве қараманлығы үшін СССР Юқары Шура президиумының эмері ile Совет бірлігінің қараманы унваны берілді. Узир Абдурамановның өмірі ве жесареті халқының қарамани тарихында бір sayfedir. 2 yıl evvelsi Kışık Degirmen köy sakinleri para toplap Узир Абдурамановның şerefine abide tiklediler. Bu vakta Milli Қайғалар programmasının musafırı tafsilatlıca hikaye edecek. Шевкет Бей, телестудиямызға қош келдіңіз. Selam. Шевкет аға, бөле бір буюк қараманның оғлы олмақ. Бұл месулиетлі иш ма? В основном, конечно, гордость была за отца. И многие, когда, особенно вот по возвращению в Крым, удивлялись, не может быть, говорит, что отец герой Советского Союза. Мұнда бөле бір малюмат бар. О доғма ем Қашық Дегірмен қасабасында yazылған ем Jağa Mamış. Әбетте сіз оның оғлы оларақ бізге доғыры малюматына айтып олырсыз. Жеге Мамыштеу, анда тоғылды. Жеге Мамыш. Андрейский сельсовет, Буюкалавский район, село Жеге Мамыш. Демек доғырысы олажақ Жеге Мамыш. Кележекте біздер бұны ақылымызда тұтмақ керекміз. Шынды Сухаречеу. Әбетте бұл бұйық бір жинайеттір, сүргінлікке оғырады қорантаңыз, қараманлар біле. Әмде бөле бір мерақлы ері шунда ки, сізін бабаңызға 1944 сенесінің январь 15-ден тағдірледілер. Мұна бұл қараман унванына берділер. Халқымызны есе сатқынлықта ақаретлеп 18 майыста сүргін еттілер ана топрағындан. 4 ай кешкенінден сон халқымызны ақаретлеп шығаралар. Ләкин кенеде бұл интернет васталарындан белі олғаны кебі, сізін бабаңызға сан кеде қайтмаға изін берілген еді. Ләкин о оңа мен халықтан қайсы ерім айырылып тұрмақта деген бөле бір сөзлерінен бұл теклифтен рет етті. Бұл ақта тафсилатлы біздің телесерджелерімізге тарифлесеңіз. Калин ему вручал этот медаль за звезду героя. И при вручении он говорит, такой маленький герой, мама, это вы тоже не блещете ростом, но вы, говорит, староста, награждаете всех, очень ответственная должность. За такой ответ вас зачисляю вне конкурса Высшее инженерное Московское училище. Он стал учиться там, но при обвинении крымских татар, вот этот указ, когда вышел, его отчислили, естественно. К тому времени уже Крым был освобожден, поехал в Крым, но семью там не нашел. Семья находилась на грани исчезновения его. Карбабам Раметли и 5 девочек. И 6-й был Зубир, это маленьким, ну, самый младший. Вот с приездом отца как-то их сразу начали пенициллином колоть. В общем, ну, выжили они все. Шкурала. К сожалению, сейчас осталась только одна Шазие. В Средней Азии она живет. Да. Так получилось, что ему разрешили в 1948 году переехать в Крым, но имел право взять, значит, родных только по крови отца, брата, сестер. В общем, Карбабам Раметли, это бабам тоже подумал и решили, да, что остаться надо с народом. И вот когда время пришло, он подключился за возвращение своего народа на Крым, потому что он знал, что это огульное обвинение. Сіздің қорантаңыз Өзбекстанның қайсы ерінде яшайды? Ве қорантаңызда қач бала бар еді? Раметли Карбабам Чышты, совхоз Нарпай, Бухарская область. Бухара виляеті. Отец женился в 1945 году, а там Раметли Кыргеды,
Сенесі. Мен 49, и да, қардашым бар. Татамыз жоқ, Алла рахмет болсын. Қардашым қалуға адашын, да. Какая-то программа была, в общем, они переехали, там им дали гражданство. Здесь не давали ей. Мына бабаңызға қысмет болмады қайтмаға. 91 сенесі кечінді, рахмет olsun жанына. Ама насыл насихатлар береді о сізге, балалары оларақ? Бабам рахметлі 91-де, кечінді январда, мен уже августа келдім мұнда. 5 жыл хастайды. Тошек хастасы. Тошек, да. Я тоже его не мог бросить. Может быть, и раньше приехал. Не, бет тошек хастасыны насыл бұрақып кетеді. Өлгенден соң мұнда қайттым Қырымға, да. Женкке қайтқанда, Шевкет аға, бабаңыз мұтлақа женк аққанда лaf үрсетедір үйде, олем. Нелер айтайды женк аққанда? Сталинград ұрышында іштирак еткен. Оның 41 сенесінден башлап, яғни женкнің башындан башлап, соңына же женк етіп келген адам. Емді ақыры соңы, о старшына деген ұнван, о қадар бұйық ұнван да дегіл. Ама старшынаға қараман ұнваны берілгені, бұл демек оның жесаретлігінің көстергічідір. Бұл ақта нелер айтайды о? Бабам рахметли тоже же, он был участник Балканских войн и получил 3 Георгиевских креста. Яғни о да қанында бар еді. Была Крымская ССР, это был подъем, понимаете, энтузиазм был у людей. Они когда шли на фронт, знали, что защищать. Была Крымская республика и была квота, по-моему, 33%. Ведущие специалисты были крымские татары. Людей можно было понять, почему они вот чудеса храбрости проявляли. Было за что. Doğru, мына бұл чудеса храбрости дегеніңіз пек doğru. Кеченлерде біздер іштелап етіп отырғанымызда, біздер тарифлейміз, на қадар қараман шықты. Біздің о қадар күчік сайлы халқымыздан, о қадар қараман. Бұл назыл олай екен. Яғни мына біздің учужымыз белі, дүнияжа белі. Ахметхан Сұлтанның аңажа қосақ, о көкке көтерілгенде Алманылардың отлері патлап, олар отыра еділер, чүнки бұл көкке көтерілді деп, doğru mu? Не үшін бөйле олар женкте иштирак еттілер? Не себептен о қадар өзлерінің яшайышларыны ажымайып, женкте талаша еділер? Чүнки олар өз ана топрағыны, ветаныны қорчалай еділер. Оларда бар еді мына бұл истек. Мен яшаған ана топрағымны, мен мына бұл фашистлерінің ишғалінден мұтлақа құтармақ керекім. Тек мына бұл ғайе еле біздің халқымызға Алла Тағала мен белесем күш береді. Женкте бөле қараман жай иштирак етмеге. Чүнки бұттын иштирак еткен адамлар, олар әбетте бір айталар сатқынлар жоқ деп. Ама мына бұл Поляковның тетқиқатларына көре, олғаны олажағы 1600 адам сатқын. Бұл қадар халқымыздан, бұл мен белесем о қадар бұйық рақам да дегіл. Біз башқа халқларына айтажақ болсақ, анда миллионлар жа сатқынлар бар еді. Ама әбетте келелім біздің жесур еркеклеріміз, халқымызны қорчалаған адамларымыз кенеде қайтарып көстереділер біздің қараман олғанларымызны. Чүнки кенеде ана топрақ бізге бөлек күчіні береді. Бүгінгі күнге қайтқанымызда, Шевкет аға, бұл ел марттың 25-іне бабаңыз сау олса еді, 101 еллығыны біздер қайдет ередік. Ама кеченлерде кечкен елі 100 еллығыны қайдеткеніңізде, мұна бұл Қашық Дегірмен, яғни Новоандреевка деген көйінде, о мектебінің адыны деңіштіріп, оңа Узир Абдурамановның адыны бермек теклифінен ортаға шыққан еділер біздің жемиет ербапларымыз. Бұл меселе ақта не айтып олар едіңіз? Ич олмағанда Новоандреевкада, мұна бұл Қашық Дегірмен деген көйінде, оңа бір бюст, яда бір әйкел қойылдым? Новоандреевкада, да, бар, площадь славы, или как назвать, аллея славы. И таких сел вообще-то мало. Действительно, они своих героев, конечно, чтут там. Отца фамилия была в общем списке, а благодаря Азиз, бывший милиционер сейчас вот на пенсии, вот он организовал бюст отцу, жители этого села. За свой счет они сделали бюст. А так он был, да, в общем списке, там где-то их около 300 человек. И очень приятно, что 5 фамилий крымтатарских, а один из них герой Советского Союза, мой отец, да. Тек бір қараман, о да біздің Қырым-татарымыз, Узир Абдураманов. Рахмет olsun жанына. Ебет мен берлесем, бұл бұйық бір ғалебедір. Конечно. Бабаңыздың тарафтан. Көріп отырамыз, көресіз, оның оғынде не қадар орденлер бар. Мен берлесем, сіз оларны сақлап қалғандарсыз бүгінге қадар. Торынларыңызға да қызмет олса бережексіз. Вот такие люди, как отец мой, Ахметхан Султан, герой Тейфук, они вот именно прославили наш народ, который не могли они нас стереть, вот за счет таких людей, вот полностью смешать нас. Поэтому вечно им слава. Рахмет olsun жанларына. Еткен қараманлықлары үшін Алла оларға саваплар yazсын. Емде мен берлесем,
язадыр. Многим их действия даже непонятно, да, вот не может такого быть. А есть такие люди, поэтому они герои, потому что они по-другому мыслили. Это отдельная когорта среди всего человечества. Да. Они занимают гораздо более высокую позицию. Они, может быть, материально не так жили, но духовно они на голову были выше всех. Да, а то и на 2. Да. Sağ olun Şevket ağa. Келгеніңіз үшін Алла саулығыңызын берсін. Алла сізге ярдәмчы болсын, ишлеріңізге де, бала чағаларыңызға да епіңіз сау селемет болып яшамақлар Алладан қызмет olsun. Сайғылы телесерджилер, бүгінгі программамыз соңына етті. Көргеніміз кебі, біздер мұтлақа біздің жең қараманларымыз ақында, қатыраларымызда дайыма бұтын мәлуматларны тұтмақ керекміз. Емде тек тұтмақ дегілде, топламақ та керекміз. Ем бұл мәлуматларны жиған адамларға епіміз ярдым қолыны ұзатмақ керекміз. Кенеді қатарлатмақ істер едім, бүгінгі біздің программамыздың мұсафыры Улу Жан Женкінің қараманы Узейір аға Абдурамановның оғлы Шевкет бей Узейір еді. Эфирде көрішкеніміз қадар, сағлықнен қалыңыз.